Баршаңызға сәлем, қыздар. Бүгін сіздермен бірге мынадай білезік жасайтын боламыз. Бұл мозаика техникасында жасалуы өте оңай. Маған бар болғаны 4 жапырақ қажет болды. Сіздерге мүмкін одан азырақ кетер, мүмкін көбірек кетер. Ол енді әркімнің білегіне байланысты болады. Видеом бастамас бұрын, менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Ой пікірлеріңіз болса, комментарий бөлімінде бөлісе отырыңыздар. Менімен бірге видеоның соңына дейін боларсыздар. Бізге бұл үшін 2 түрлі рубка керек. Біреуі мен бір сары түстісін, бір жасыл түстісін алдым міне. Рубкамыз. Сосын ине жібіміз қажет болады. Инемізге 22 бисер өткізіп аламыз. Қалай, мұны қазір көрсетеміз сіздерге. Екеу, бесеу, 22 рубка өткізіп аламыз. Жібіміздің ұшына дейін алып келеміз. Жібіміздің ұшына дейін алып келіп, 2-3 рет байлаймыз. Шешіліп кетпеу керек бізге. Міне, осылай байлап аламыз. 22 бисерімізді, рубкамызды. Кейін бірінші бисерімізден өткізіп аламыз. Бұл кәдімгі өзіміздің қалайтын кірпішіміз секілді мозаика деп аталады міне. Жібіміз біреуінен шығып тұр, біреуін өткіземіз, келесінен инемізбен өтетін боламыз. Алдыңғы видеоларда көрген боларсыздар бұндайды. Міне, бір бисерімізді аламыз, бір жібі шығып тұр міне, біреуін өткіземіз, келесінен өтетін боламыз. Міне, осылай тоқып аламыз. Енді біз мынандай бұрыштарын шығаруымыз қажет болады міне. Мына бұрыштарын, мына бұрышын шығаруымыз қажет болады осы жерде. Мынандай бір бұрышын, сосын келесі екінші бұрышын шығару үшін біздер екеуін осылай тоқып алдық қой. Енді инемізге 2 бисерімізді аламыз. 2 бисер аламыз. Мына жерде жібіміз шығып тұр ғой. Біреуін қалдырмаймыз міне. Жіп шығып тұр. Келесі бисерден өтетін боламыз. Келесі бисерден өтеміз. Сонда 2 бисеріміздің үстінен дәл осындай 2 бисер орын алады. Ары қарай біреуін қалдырып тоқитын боламыз. Міне жіп шығып тұр. Бір бисерімізді қалдырамыз. Біреуден өтеміз. Дәл осылай 5 жасайтын боламыз. Міне біз мына жерде жаңа бастапқыда біреу, екеуін жасадық та бұрыш шығарып кеттік қой. Енді бізде бір бетінде 5 болу қажет міне. Міне 1, 2, 3, 4, 5. Бір бетінде 5, бір бетінде 5. Ортасында міне 2 ұшы болу қажет. Сол себепті екеуін өттік. Мына жерден бұрышын шығардық. Мына жерде қазір біз біреуін ғана тоқыдық. Әлі біз 4 тоқуымыз керек. Мына екіншісі. Үшіншісі. Төртінші. Бесінші. Мына жақта мына бұрышы бар. Бұрыштан кейін 1, 2, 3, 4, 5. 5 болды. Осы жерде тағы да бұрыш шығаратын боламыз. Ол үшін 2 бисер аламыз тағы. Жібіміз шығып тұр міне. Жіп шығып тұр. Келесі бисерден өтетін боламыз. Бұлар қазір тоқылу барысында өздерінің орындарына түсетін болады. Келесі біреуін қалдырамыз, келесінен өтеміз. Біз алдын бұл екінші бетте
екеуін тоқып кеткен болатынбыз. Міне, біреу екеуін тоқып кеттік. Мынамен санағанда үшеу, енді екеу тоқимыз. Мына жерден біреуін қалдырамыз. Келесінен өткіземіз. Біреу екеу, төртеу, ортасынан біреу қосатын боламыз тағы. Бір бисерімізді аламыз. Мына бисерден өтетін боламыз. Бұл жаңағы жібіміз байлаған жердегі бисеріміз. Мына өткізіп алдық. Жібімізді тартып қоямыз. Мына сопақша бізде болып шықты. Мінекей. Ортасы болды. Міне. Енді дәл осылай 3 қатар жүреміз. Міне. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 қатар жүретін боламыз. Дәл осы жерде, мына жерде жібіміз шығып тұр ғой. Осыны келесі тұрған, биік болып тұрған бисерден өткізіп аламыз. Бір бисерімізді аламыз. Мінекей, біреу. Көрдіңіздер ме? Міне біреуге келдік. Міне жерде енді осы жерде жапырағымыздың бұрышын шығаратын боламыз. Міне біреуін тоқыдық. Енді дәл осы жерде 2 бисер алып, жапырағымыздың бұрышын шығарып кетуіміз қажет. 1, 2. Міне 2 бисер алып, осы жерде жапырақтың бұрышын шығарамыз. Міне бисер жібіміз тұр, шығып тұр бисерден, келесі бисерден өтетін боламыз. Дәл осылай. Міне жапырағымыздың бұрышын жасап шығарып кетеміз. Ары қарай. Міне. Ары қарай дәл осылай, мына бұрышқа келгенге дейін дәл осылай тоқитын боламыз. Осылай 3 қатар жүреміз. Міне бізде 2 қатар болды ғой қазір. Бізге қажеті 3 қатар. 3 қатар. Дәл осылай айналдырып 3 қатар өтетін боламыз. Міне екінші қатарымыздың екінші ұшына келдім. Соңғы бисерімді алып өткізіп жатырмын. Міне соңғы бисерімді қостым. Осы жерде енді тағы да 2 бисерімді алып, 2 бисер алып, жапырағымыздың екінші бұрышын шығарып кетемін. Қалғаны дәл осылай тоқыла береді. Қыздар, міне мен 3-ші қатардағы бастаған жерімізге келдім. Жібіміз тұр, міне бастаған жерімізге келдім. Міне соңғы 2 бисер. Осы жерге соңғы жасыл бисерімді қосамын. Міне қостым. Енді осы жерде міне барлық жерінде 3 бисерден болды. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Барлық жері 3 бисер. Енді мен осы жерде келесі бисерге өтемін да сары түсімді қосатын боламын. Сары түсті қосатын боламын. Сары түспенде дәл осылай 2 қатар жүретін боламын. Сары түспенде жүретін боламын. Сары түспен 2 қатар жүрдім. Міне бірінші қатарында айналып өтіп шығамыз былай. Міне арасына түседі. Екінші қатармен жүрген кезде толық жабылады. Дәл осылай айналдырып 2 қатар жүретін боламыз. Сосын жібімізді түйіндеп кесіп алып тастаймыз. Сары түстің бірінші қатары міне. Сары түсімнің бірінші қатары бір бұрышына шығарып кеттім. Екінші бұрышын, міне 2 бисерімді алдым. Енді екінші бұрышын шығаратын боламын. Дәл мына жасылда қалай шығардық, дәл солай сарымен де дәл солай шығаратын боламыз. Ары қарай дәл бастапқыдай қайталана береді. Жүріп кете береміз. Бисерлерімізді алып, ортасынан өткізіп, жалғастырып кете береміз. Дәл осылай тағы бір қатар жүретін боламыз. Қыздар, соңғысына келіп жеттім. 2 қатарын жүріп болдым. Соңғысында соңғысын қосамыз.
жоғарғысына өтеміз. Осы жерде жібімізді 1-2 түйіндейміз өстіп. 1-2 түйіндеп, келесі бисерлердің арасынан өтеміз. Ұшына дейін шығарсаңыздар болады. Екінші рет түйіндейміз. Жібіміз тарқатылып кетпеу керек қой. Өстіп түйіндеген жерімізден жоғары қарай алып кетеміз ғой. Түйіндейміз. Осы жерде де бір түйінде жібере салайық, артық болмайды. Осы жерде жібімізді қиып тастаймыз ғой. Қиямыз да. Сөйтіп, келесі осындай етіп тоқып аламыз. Мен деген 6 тоқыдым мұны. Мыналарымызды, бисерларымызды сәл шетке қоя салайық. Бұлар бізге қазір қажет емес мұны. Осындай қылып тоқып алдық. Қазір осыларды енді былай қарай қойып, қолымызға, білегімізге туралап, өлшеп құрастыратын боламыз. Ол үшін мына жерден жібіміз шығып тұр ғой. Келесі бір сары бисерімізді аламыз. Келесі жапырағымызды аламыз. Мына жақта екеу ғой. Осы екеудің біреуінен өтеміз. Осындай бірігеді. Бұлай келесілеріне айналып өтіп, бір айналдырып тігіп шығамыз. Бұл біздің браслетіміздің, білезігіміздің берік болуына ықпалын тигізеді. Осылай айналып, мына бетіне дейін, мына ұшына дейін жүріп шығатын боламыз. Міне, екінші жапырағымыздың, екі жапырағымыз құрастырылды. Міне, екінші жапырағымыздың ұшында жүрміз. Осы жерде тағы да бір бисерімізді аламыз. Міне, бір бисерімізді аламыз. Міне, жібіміз бір шеткісінен шығып тұр. Екіншісін өткіземіз. Келесі жапырағымызды аламыз. Міне, келесі жапырақ. Келесі жапырағымыздың шеткі бисерінен өтетін боламыз. Дәл осылай бетіп айналдырып тігіп шығамыз. Қолымызға бұлай өлшеп отыратын боламыз. Көріп қаншалықты. Қазір мұнан біте жібере салайын, ато өтпесе қазір мынауым сырғып шешіліп кетуі мүмкін. Бір екеуінен өтейін. Өстіп айналып өтеміз. Сосын бұлай кері айналып қайтамыз ғой. Кері айналып, мыналардан тағы бір өтіп, бетіп айналып шығамыз. Қолымызға дәл осылай міне өлшеп отыратын боламыз. Бетіп өлшеп отыратын боламыз. Қай жеріне келгенде міне маған жетпейді екен. Әлі тағы біреуін қосатын боламын. Осылай біреуін қосам. Сосын мынандай ұштарына карабин жасайтын боламыз қазір. Міне. Тағы біреуін қосатын болам. Айналып, келіп, бетіп ұшына дейін қайтып келетін боламыз. Қыздар, міне, мен төртеуін біріктірдім. Енді мен мына басына келдім. Енді бұлай айналып, кері қарай өтуім керек. Оны өтпестен бұрын мен осы жерден карабин тағатын домалағымызды жасап кетуіміз қажет. Ол үшін 2, 3, 4, 5 бесеуін алатын боламыз. 5 бисер аламыз да, мына жерден міне екінші бетіндегі бисерден өтетін боламыз. Екінші бисерінен өтіп, бұлай міне домалақ жасап кететін боламыз. Осы жерден 1-2 айналдырып, бұлай кері қарай қайтатын боламыз. Қыздар, міне мен екінші бетін айналып келіп қалдым. Жаңа мына шетін біріктірдік. Айналып, мына жерден қыстыратын карабин тағатын колечкамызды, домалағымызды жасап кеттік. Міне айналып келдім. Енді осы жерде бағанағы таққан бір бисеріміздің арасынан өтетін боламын. Арасынан өттім. Келесі мына екінші бисерден өтетін боламын. Екінші бисерден өтемін. Енді міне дәл осылай қайталанады. Екінші бетін жүріп өтемін. Мына жердегі қосқан бір бисерімізден өтемін. Келесі бетін, мына жердегі бір бисерден өтетін боламын. Келесі бетін айналып, осы жерде дәл осылай, дәл мынандай қылып, домалақ карабин тағатын ілмегімізді жасайтын боламыз мына жерден. Міне, достар, мен барлығын құрастырып болдым. Екі ұшына да ілмек жасадым. Қолыма міне
өлшеп көреміз. Қолымызға міне тура келіп тұр. Енді тек ілгішін қадауымыз қалды. Ілгішін қадасақ болды. Білезігіміз дайын болады. Мына қалған жапырақтарымыздан ортасына, мынандай кулон есебінде тамшы секілді моншақтарды қыстырып қойсаңыздар болады. Мына жерінен осы жерде де өстіп бір бисер қыстырып өткізіп сырға жасасақ болады. Мен алдағы видеоларымда сырға жасайтын боламын. Осы екеуін сырға жасап, келесі мына біреуінен кулон жасайтын боламын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Істеріңізге сәттілік.